Кел, қызым, кел. Мынау сенің жаңадан үйің болады. Вау, әдемісін-ай. Кім келді? Мамам, папа шаря. Жүр. Қызым, ашсаңшы. Я, баратырмын. Қалайсыздар, папа, мама? Кел, қызым, кір. Қандай қыз? Біз жетімдер үйінен қыз алып келеміз деп алдын айтып едік қой. Келе ғой, кір. Сәлем. Қызым, амансыздаршы? Неғып алып келесіздер? Аға бар неге оқуға кеткен. Мен бармын, өстім. Сестренкам 3 балаңыз бар. Тағы бір жетімдер үйіне қыз алып келесіз ба? Қыздарым, мен сендерді асырамай тұрып, бұл қызға мен айтып дайындалтып қойғанмын. Сондықтан мен бұны алып кетпесе амал жоқ. Қалай амал жоқ? Қайтып апарып тастауға болады ғой? Жоқ, болмайды. Онда өз обалдарын өздеріңе мә қараңдар, ұстаңдар. Мен кеттім. Кеттім, болды мен. Не болды, қызым? Не болды? Мен жақтырмайды. Мен тұра алмаймын бұл үйде. Жоқ, уайымдама, сондай қыз. Жарайды. Кел, мен саған үй таныстырайын. Я, жүр, кеттік бірге. Не еткен үйлеріңіз өте үлкен? Я, мынау біздің қыздардың всегда компьютер ойнап бізді күтіп отыратын жері 3 орындық сағат әдейілеп қойып қойды. Мынау 2-ші этажға шығатын лифт. Келесі бұл бізде ас үй. Ас үйде енді өзің білерсің енді. Үйде жатарсың не. Келесі бұл біздің баламыздың үйі. Баламыздың бөлмесі, бірақ баламыз оқуға кетіп қалғандықтан қазір тұрмайды. Мынау біздің бөлмеміз. Бұл жерде енді спальный десек те болады, қатты кідірмей. Өзің бір кейіннен әпкеңмен бірге танысарсың. Ол сенің әпкең, ол сенің үлкен. Айтпақшы, мен сіздердің аттарыңызды қатты білмеймін. Менің атым Нұрислам, ал менің атым Әсел. Бұл қыздың аты Аянат. Айнат? Ал, мама. Бұл сенің тәтең, аты Кәусәр. Кәусәр тәте. Я, Айнат, кеттік. 2-ші этажға кеттік, одан да көтерілейік. Міне келдік, қызым, 2-ші этаж бұл. Әдемі екен. Жүр, 1-ші бассейнге барайық. Я. Мынау біздің бассейн, осы жерде 2 қыз болып шомылады. Сен де скоро бірге шомыласыңдар. Қандай әдемі. Ей, қызым, сен купальнигің жоқ қой? Кел. Ой, кешіріңіздер. Мен бұндайға түсіп көрмедім. Тек атын білемін. Жарайды. Еш нем жоқ, ренжімеймін. Жүр, кеттік, мен саған тағы таныстырайын. Сендер тағы нағызып менің бөлмеме келетсіңдер ма? Жол бермеймін. Қызым, болды ғой, енді сенімен бірге тұрады ғой бұлда. Жарайды, ол мен жақтырмаған секілді. Мен кетейін. Жоқ, қызым, жоқ. Ол тәтсен болған соң шамалы. 1-ші рет көріп тұрған соң сондай бол. Не үшін келдіңіздер? Қызым, енді үй таныстыру керек қой. Бұл да үйде тұрады. Бұл да. Мынау сенің тәтен Диананың бөлмесі. Өзің үлкен. Қандай үлкен. Мен осы тәтемен бірге жатам ба? Жоқ, қызым. Саған бөлек бөлме дайындап қойдық. Ура! Жүнде кеттік, саған таныстырайын. Міне, мынау сенің бөлмен кішігірім болса да, енді әлі заттар алмадық. Енді біз сенің қандай болатынын білмеді, өсіп кетіпсің. Әдемі екен. Қандай әдемі планшет. Жетір, қызым, бірінші сен киімдеріңді таныстырайық. Бұл осындай
киімдер алып қойдық әдемі саған. Вау, түнде мына пердені жауып жатыр. Сен біреулер көріп қояр сені. Мынау бізде ішхана, уборный десек те болады. Бұл енді Айнаттың бөлмесі. Бұл сен Айнат сіңіліңнің бөлмесі. Енді қарай жатарсың өзің. Я, күшті екен. Өте күшті. Я, өте күшті. Енді тәтеңмен жақсылап тіл табасың. Неге? Болмайды. Бұл менің бөлмем. Менің бөлмемні аттап баспасын. Қызым, ол сенен бөлменен өтпесе, ол өзінің бөлмесіне қалай барады? Білмеймін, қалай барса, олай барсын, менің көзіме көрінбесін. Қызым ау, жүр кеттік болды. Не бар, әкесі? Ау, Айнатпен кімді қызымызды Кәусарды алып кетсе бер. Жарайды. Қызым, не болды сонша? Не болды? Сіздер мені соны сұрап тұрсыздар ма? Мен жетім қызды қабылдамаймын. Сізде уже 3 бала бар. Бақанды 3 бала. Біреу университетте оқиды. Неге біздің асымызға жетімдер үйіне келу керек? Қызым, білесің бе? Сен осыдан 20 жыл бұрын мен жетімдер үйінен бір қыз таңдап алдым. Ол осы Кәусар. Я, мен сендерді болатынын білмедім. Мен қаншама жылдар күттім сендерді. Бірақ сендер болмадыңдар. Сондықтан да мен бұл қызға айтып қойған болатынмын. Документтеріне кесіп қойған болатынмын. Бірақ сәті келіп жүкті болып қалдым ағаңа. Солайша енді аламба деген кезде сен пайда болдың. Қатты қуанып ол қызды ұмытып та кеттім. Солай Айнатты да туып алдым. Енді маған сұрақтың директоры айтып жатыр. 20 жыл өтті, әлі алып кетпедің деді. Сондықтан мен алып кетуге тура келді. Қызым, дұрыс қабылда. Мен оны қалай қабылдаймын? Қалай қабылдасаң да қабылда. Бірақ мен білмеймін. Киімдеріңді көрсет, майдашелеріңді көрсет, косметикаңды бер, бояндыр, өзіңді таныстыр. Білмеймін, қалай болса да істе. Мен істей алмаймын. Менің ақшам, ол тағы ұрлықшым ақшамды ұрлап кетсе ше? Жол бермеймін. Жол қоямын. Қызым, ол сені ақшаңа тиісеңдеп тұрған жоқ. Маған бәрібір. Сосын тоқта. Мен бір киім тауып алдым. Таппай қалдым өзім. Қайда мен киім? Мен қалаған киімді маған алып бермедіңіз. Оған алып бердіңіз. Қызым ау, енді тура келіп қалды ғой. Мен сізді өлсем де кешірмеймін. Кетіңіз менің өлмемнен. Жарайды қызым. Не болды, әлі ішінде тұрсыңдар ма? Я, мынау сен күтіп тұрғанымыз. Енді қызым, Кәусар, енді үйренісіп кетер. Ең бірінші келіп жатсын. Одан да жүр, ас үйге барайық, бірге әңгімелесейік. Сөйтіп бір-бірімізге жақын болып кетерміз. Жарайды. Мен одан ас үйге осы жерде тамақ істейін, ал сендер отыра беріңдер. Жарайды. Қызым, ау, сенің жасың нешеде? Менің жасым дәл қазір 9-да. Ал менің тәтем Диана ше? Ол 11-де. Айнат ше? Айнат әлі 2 жаста. Менің ағамның аты кім? Сенің ағаңның атын айтпай қояйын. Неге? Өйткені ол оқуға шетелге кетті. Бәрбияқа бірнеше жылдардан кейін келеді. Жарайды. Келіңдер, бір перекус жасап алайық. Вау, қандай күшті. Қызым, бірінші стол басына отырды. Кешіріңіз.
Міне мынау сенің орның. Мына сенің кішкентай Айнаттың орны, ал мынау енді тәтеңнің орны, мынау ағаңның орны, ал мына екеуміздің орнымыз. Келіңдер, шоколадный коктейль. Сізді анашым деуге бола ма? Әрине болады. Мынау сенің әкең болады. Иә. Мынау неден жасаған? Бұл кивидан жасаған, білесің ба бұндай нені? Білмейді екен, бірақ дәмін көрейін. Дәмсінай, бір кішкене қышқылдау екен. Иә. Ам-ням-ням-ням. Сіздер менсіз тортты да коктейль жешіп қойдыңыздар ма? Я, қызым, сен келмедің ғой енді. Ой, бір мені күте ма десем, қыздарыңыз еркеліктерін көтере алмайсыздар ма? Мен кеттім. Достар, осы жерге көргендеріңізге рахмет. Осымен жетім қыздың бірінші бөлім ғана аяқталды. Бұл қанша бөлімге созылатынын әлі білмеймін. Осы жерге көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше.